Ассалаумағалейкум, баршасы Марсауда каналының оқырмандары. Қалдарыңыз қалай? Қайырлы кеш баршаларыңызға. Бүгін сіздермен пайдалы және маңызды ақпаратпен бөліспекпін. Бұл алдыңғы видеоның жалғасы. Алдыңғы видеода біз 1688 Таобо сайтының телефон программасын телефонға қалай орнату, сол туралы ақпарат берген болатынбыз. Телефонымызға орнаттық. Енді ары қарай соны қалай қолданамыз, қалай пайдаланамыз, қалай тауар іздейміз, сол туралы ақпарат берілетін болады. Егер де сіз әлі алдыңғы видеоны көрмеген болсаңыз, жоғары жаққа мен сілтеме қоямын. Соны кіріп, көріп, телефондарыңызға 1688 және Таобо сайтының телефон программасын орнатып жүктеп алыңыздар. Бұл видео өте қарапайым, бірақ та өте маңызды. Сондықтан баршаларыңыз мұқият тыңдаңыздар, қараңыздар, басынан аяғына дейін секіртпей қараңыздар. Жақсы, онда біз, яғни бүгінгі тақырыпқа оралып, практика жүзінде сіздерге көрсететін боламын. Кеттік. Жақсы, онда біз практика жүзіне қарай көшейік. Баршаларыңыз мұқият қараңыздар. Мынау сіздердің смарт телефондарыңыз. Алдыңғы видеода айтып кеткендей, 1688 Таобо 2 сайттың программасын телефонға орнаттық. Енді ары қарай қалай қолданамыз, қалай тауар іздейміз. 1688-ден бастайық. 1688-дің басты беті, басты дизайны осындай болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Біраз үйренгеннен кейін, қолданғаннан кейін ары қарай оңай болып кетеді сіздер үшін. Басқа дизайндермен біраз таныс болыңыздар. Енді ары қарай тауар іздеудің үш жолы бар. Бірінші, тауардың атауымен іздейсіздер, яғни қытайша атауымен ізделеді. Ол үшін бізге Google переводчик көмектесетін болады. Екінші іздеу, яғни фотомен іздеу. Кез келген сайттағы, инстаграмдағы кез келген қолданыста болып жатқан тауардың фотосы болса, сайттан зауыт бағасын анықтауға болады. Үшінші, яғни каталог бойынша іздейсіздер, сайтта бізге реттеп дайындап қояды. Бірақ та енді қазірше қиындау. Біраз қолданысқа ие болғаннан кейін ары қарай қолдансаңыздар болады. Ең бастысы, яғни тауардың атауымен іздеу және де фотомен іздеу. Осы екеуімен іздейсіздер. Тағы да айта кетейін, тауардың атауымен және де фотомен іздеген кезде екі бөлікке бөлінеді. Бірінші, яғни өнімді іздеу, тауарды іздеу. Екіншісі, тікелей зауытты іздеу. Осы екіге бөлінеді. Мысалға келейік. Бірінші Google переводчикті орнатып ашасыздар. Оң жағына, сол жағына русский, оң жағына қытайский талдайсыздар. Мысалға, сумканы талдадық, әйелдер сумкасын. Жоғары жағына орысша жазасыздар, аяқ жағына қытайша шығады, копирайт жасайсыздар. 1688-ге кіресіздер. 1688-ге кіргеннен кейін осы жерге копи-паст жасайсыздар. Енді ары қарай іздейсіздер. Іздегенде бізге миллиондаған, яғни әйелдер сумкасын шығарып береді, өте көп. Оң жақ жоғары жағында фильтр тұр, қарап отырсаңыздар. Осы фильтрді бассақ, біз яғни тауардың бағасын, қай орында болған барлық ақпараттарын іріктей аламыз. Мысалға, ең бастысы бағасын жазайық. Бізге 10 юаннан 50 юанға дейінгі сумкалар керек. Қарап отырсаңыздар, бізге яғни 10 юаннан 50 юанның аралығындағы сумкаларды шығарып береді. Ең жоғары жағындағы ол реклама. Мысалы, мына бірінші сумканы алайық. 24 юан деп тұр. Ары қарай кіреміз. Енді бұл тауардың байланысты ақпараттарын білеміз. Біз жоғары жағында видеосы, фотолары дайын тұрады. Осыларды телефондарыңызға жүктеп, ары қарай реклама қылып сатасыздар. Қарап отырсаңыздар, 27 юан 3-тіктен жоғары алу керек. 100-тіктен жоғары болғанда 24 юан. Сатылым 30 күннің ішінде 4917 сатылым болған. Және де қайталап, яғни клиент бір емес бірнеше сатып алғандардың, яғни пайызы 28%. Бұл өте жоғары көрсеткіш. Сондықтан бұл тауардың сапасы жақсы деген сөз. Сондықтан сапасынан ешқандай уайымдамасаңыздар болады. Ал енді бұл тауарды сататын зауытқа сенімді ма, сенімсіз ба, соны байқауыңыз керек. Қарап отырсаңыздар, мемлекеттің атынан берілген сертификат 2 жыл, сенімдік жылы, және де сауда медалы 4,
клиенттің қайтадан айланып тауар сатып алу 29. Бұл өте жоғары көрсеткіш, сондықтан сенімді завод, қорықпай заказ беріп алдыра берсеңіздер болады. Енді осы заводтың тауары сізге ұнады, басқа да тауарын көргіңіз келеді. Ол үшін төмен жағындағы осы заводтың барлық тауары деген басасыздар. Қарап отырсаңыздар, міне заводтың сайтының ішіне кірдік. 55 түрлі сумка түрі бар екен. Және де осы заводқа байланысты контакттары жазылған. Қарап отырсаңыздар, мына сумкаларға заказ беретін болсаңыздар, әрқайсысынан мысалы мынадан 5, мынадан 5, мынадан 5 беретін болсаңыз, барлығын бір қорапта бізге салып, бір уақытта салып жібереді. Осы сияқты ешқандай қиындығы жоқ, өстіп іздейсіздер. Енді мен екінші жолын айта кетейін тағы да. Мынау яғни өнімді іздедік, тауарды іздедік. Екіншісі яғни тікелей заводты іздейміз. Арғай іздейміз. Әйелдер сумкасын шығаратын заводтар шығады бізге. Қарап отырсаңыздар, міне заводтар шығып жатыр. Сенімді, қарап отырсаңыздар, мына бренді бар. Сенімдік жылы шығып отырады. Кез келген біреусін ала салайық, мысалы. Мынада 124 түрлі тауар бар екен, мынада 751 түрлі тауар бар екен, осыны көрейік. Бантағы сияқты тікелей, яғни заводтың сайтына кіріп кеттік. 756 түрлі тауары бар. Сондықтан біз осы 756 түрлі тауардан өзіміз қарап көріп, арғай заказ беріп алдыртсақ болады. Қарап отырсаңыздар, 756 түрлі тауар бар екен. Осы 756 түрлі тауардан, яғни әр түрінен заказ беріп алдыртсаңыздар болады. Бұл яғни тікелей заводтан бағалары арзан болады, қарап отырсаңыздар. Бұл көрсеткен 1688, яғни 1688 телефон программасында қалай тауарды іздейміз. Тауар іздейміз, және де тікелей завод іздейміз. Сол туралы ақпарат берілді. Ендігісі Таобao сайтына кеттік. Таобаoға келетін болсақ, Таобаoдың мына басты, яғни дизайны 1688 бен ешқандай айырмашылығы жоқ. Сондықтан бұл жерде де тауардың іздеуі 1688 бен бірдей, тауардың атымен, фотомен, каталог 3 түрінде іздейсіздер. Тек қана 1-2 ескеретін жерлері бар. Мысалға біз тауар іздедік, сумка деп іздей берейік. Іздегеннен кейін бұл жерде бізге миллион түрі шығады. Тауар түрлері өте көп. Әрине біз фильтрдан өткізуіміз керек. Бұл сайт қытайшаға болғанға байланысты ең бастысы сайттың ішіндегі Тема деген сайт бар. Бұл арнайы сапасы жақсы, сенімді заводтарда интернет дүкендерін тіркеген. Осы жерден іздеп тауып аламыз. Қарап отырсаңыздар, міне іздеп болғаннан кейін мына жазуды қарап алыңыздар, жаттап алыңыздар, осыны басасыздар. Яғни бұл Таобao сайтының ішіндегі сенімді дүкендерді реттеп бір жерге жинаған. Қарап отырсаңыздар, міне қызыл осындай бренд жазу болады. Бұл жерде қымбаты да, арзаны да барлығы бар, бірақ сапасы бағасына сай болады. Және де екінші іздеген кезде бізге ең арзан түрі керек. Мысалы, төмен жағына басамыз, ең төмен жағын талдайсыздар. Бұл фильтр, яғни тауарды, сайттағы тауарларды арзаннан жоғарыға бізге реттеп дайындап береді. Бізге керегі сумкалар, қарап отырсаңыздар, 1 юань, яғни 50 теңгеден 60 теңгеден тартып жоғарыға қарай бізге сумкаларды көрсете бастады. Қарап отырсаңыздар, мұндай сумкалар 1.92 юань, сондай. Мысалы, сізге 500 теңгелік сумкалар керек болса, осы жерден тауып аласыздар. Бүгінгі берер ақпараттарымыз осымен аяқталды. Сіздермен қоштаспаймыз. Тек қана келесі видеода жүздескенше. Ол үшін Smart Сауда каналына жазылыңыз. Оң жағындағы қоңырау басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.